дұға тілейтін кезде всегда намаздан кейін дұға тілейміз. Сол дұға тілегенде бір адам былай дұға тілейді да: ей Аллахым, жаннатта Расулаллах Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбармен бірге бір дастархандас болып дәм татуды нәсіп ет деп дұға тілейді да. Амин. Сол кезде менің ішімдегі Лаурам: блин, біз қаншама адамбыз ғой, бәріміз сиямыз ба бір дастарханның басына деген ой келеді да маған. Я просто там ішімнен жарылып күліп ойлап отырмын: Лаура, ол сен шектеулісің. А бұл әлемдегі жаратушының планы, жаратушы ол шексіз. И точно так же сен шектеулісің, саған жетпейді, саған ол нәрсе керек емес деген. Но жаратушы үшін ол түк емес та саған бере салу, сені байыту. И смекаете, ана жерде біз мешітте 1000-даған 3000, 4000 адам намаз оқиды. И кішкене қызғанып қаласың, сауап бәрімізге жете ма деп. Бірақ бәрімізге жетеді. Ол сауап еще 30, 40, 50 еселенеді да. Ойлаңыздаршы, біз қандай багаж сауап жинадық ана жерде. Қабыл болғандардың арасынан болсын, иншаллах дейік. И наоборот, неғұрлым көп бай адамдар мына әлемде, планетада көп болған сайын, бұл әлем жақсара түсе береді.